Сәлем достар, бүгін біз 7 сынып алгебра пәнінің 6-9 есебін талдайтын боламыз. Есептің шарты бөлшектерді қысқартыңыздар. Бірінші есептің берілуі осылай. 3а көбейту а плюс б-ның квадраты бөлінген 9а квадрат көбейту а плюс б. Енді қараңыздар, осы берілген жерінен сырасы қысқартып кете берейін. Бірінші болып қысқаратын бізде 3 пен 9 қысқарады. 3 пен 9-ды қысқартайын, 9-ға мен 3-тен беремін. А мен а квадрат қысқарады. Және а плюс б мен а плюс б-ның квадраты салады. Сонда бізде не қалды? Алымында. Алымында қалды бізде а плюс б қалды. Бөлімінде 3а қалды. Осылай жауабы шықты. Келесі. Екінші есепте 10а квадрат б көбейту x минус y-дің квадраты бөлінген 15а-ның 4 дәрежесі б көбейту x минус y-дің кубы. 10 мен 15-ті қысқартамыз. 5-ке 10-ға 2-ден 15-ке 3-тен береміз. Б мен б қысқарады, а-ның квадраты мен а-ның 4 дәрежесі сырты, а-ның 2 дәрежесі қалады. Мына жерде жалпы x минус y-дің квадраты жалпы қысқарып кетеді дағы x минус y-дің кубымен қысқарып бөлінеді. Сонда алымында қалды бізде тек қана 2, қателеспесем, 2 қалды, бөлімінде 3а квадрат x минус y қалды. Келесі, үшінші есеп. Қысқаратындар өте көп, алым 7а-ның кубы, б-ның кубы көбейту а плюс б, бөлімі 21а-ның квадраты, б-ның кубы көбейту а плюс б-ның кубы. Қараңыздар, бірінші болып 7 мен 21 қысқарады. 21-ге 3-тен береміз. А квадрат пен а-ның 3 дәрежесі кетті. Б куб пен б куб кетті. А плюс б-ның кубы қысқарады, квадратқа айналып кетеді. Сонда алымында бізде тек қана қалды а бөлімінде 3а плюс б-ның квадраты қалды. Осылай есеп шықты. Төртінші есеп. 3 көбейту а минус б көбейту а минус с-ның квадраты бөлінген 6 көбейту а минус б көбейту а минус с. 3 пен 6 қысқарады. 2-ден бердік. А минус б мен а минус б қысқарады. А минус с мен а минус с-ның квадраты қысқарып кетеді. Сонда алымында а минус с қалды, бөлімінде 2 қалды. Бесінші есебі. X көбейту y минус z-дің квадраты бөлінген x минус z. X пен x қысқарады. X минус z пен x минус z-дің квадраты кетеді. Сонда тек қана y минус z қалады. Осылай жауап шықты. Алтыншы есеп. 8m көбейту а плюс б бөлінген 4m көбейту а плюс б. А плюс б мен а плюс б кетті. М мен М кетті. 4 пен 8 қысқарады. 8-ге 2-ден береміз. Сонда жауабы 2. Осылай жеңіл шығады. Құрметті достар, Каюмов ТВ YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Осыған ұқсас жеңіл есептерді талдау өте көп болады. Лайк, комментарий қалдырыңыздар. Комментарийда осы есепте қателік болса соны жазыңыздар, немесе қосымша сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Достарыңызбен осы бейнероликті бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.